Сәлематсыздар. Мен бүгін сіздерге қазіргі кезде ұмыт болып бара жатырған, бұрын апаларымыз естеріңізде болса бұндай қантсыз шай ішпейтін еді. Сар шекер дейді, сар секер, қайнатылған қант дейді. Соның рецептісімен бөлісейін дедім. Бұл жолғы рецепті оңай жолмен жасалатын сгущенный молокомен қанттан жасалынатын. Тек қана сгущенный сүтті алып, арзаны болады, отқа астын жайлап қойып, қантпен араластырып қайнатамыз. Бұрынғы кезде апаларымыз тек қантты күйдіріп қайнататын еді. Қазір енді оңай жолы табылған. Бұның рецептісі маған берген ақтаулық подругам, содан алып, мен өзіме ұнағаннан кейін сіздермен бөлісейін дедім. Жасалуы өте оңай, шай ішуге жақсы, таптырмайтын. Кім қантсыз шай іше алмайды, соларға өте жақсы. Міне осылай астын жайлап қойып, қайнатып қозғап тұрамыз 10-15 минут. Ешқандай жұмысы жоқ, қиын емес. Дәмі керемет, борпылдап тұрады. Қатып қалмайды, ирис сияқты болып ауызға жабыспайды. Тіске. Міне түсін көргендеріңіздей өзгеріп жатыр. Түсі деген сарғайып, карамельдің түсіндей болады. Сол кезде дайын деген сөз. Міне көріп тұрғандарыңыздай астынан сары шығып, жан жақтары өзгеріп жатыр. Қайнатылғандарының бәрі өзгереді жақындаған кезде. Енді бұны деген астына пергамент қағаз жайып, тарелкаға құйып алуларыңызға болады. Болмаса формаға құйсаңыздар да болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай тарелкаға құйғам. Формаға құю сәл қиындау екен, бірақ та құюға болады, егер де ерінбесеңіздер. Балдарға қызық болады мұндай формаға құйсақ. Жасаңыздар, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Алда да әлі талай жақсы рецептермен бөлісіп отырамын. Сіздермен болған үміткен.